Сізде атақты жұлдыз немесе миллионер боламын деген амбициозды тілек бар делік. Сіз оның орындалуын өзіңізге рұқсат бересіз бе? Өмір заңдылығы бойынша адамдар ақшаны, атақты немесе билікті арнайы таңдалғандардың үлесі деп санайды. Сол арнайы таңдалған жандарды кім таңдайды екен сонда? Бірінші кезекте олардың өздері, содан кейін ғана қалғандары. Егер сіз бір нәрсені армандасаңыз, бірақ оның орындалуына дайын болмасаңыз, онда сіз оны алмайсыз. Міне үйсіз адам көшеден жаңа жылдық дастарханға терезеден қарап тұр. Ол өзіне сол үстелге отырып тамақ ішуге рұқсат береді ме? Әрине, егер оны шақырса, ол барады. Үйге кіріп дастархан басына отыру әрекетке бел байлау, яғни ішкі ниет. Бірақ оны кім шақырады, және ол мұны жақсы түсінеді. Жаңа жылдық дастархан бөтен әлемнің қабатында. Ол сол дастарханды өзінің үйінде көруге дайын ба? Өзінің әлемінің қабатында. Жоқ. Не үйі, не ақшасы, не оны табатын жол жоқ екенін үйсіз біледі. Сыртқы ниет оған ештеңе бермейді. Өйткені жалпы сау сананың аясында ол оған дайын емес. Мысалы, бай адам болғыңыз келеді делік. Сіз тағдырдың мұндай сыйын қабылдауға дайынсыз ба? Әрине, егер біреу артық миллионын беремін десе, кез келгеніміз ешқандай әлеуетсіз және қиындықсыз қабылдаймыз. Кейде сабақ алатын кинофильмдер көрсетуге тырысатындай, байлық өміріңізді құртпайды. Бірақ мен ол туралы айтып отырған жоқпын. Сіз сол миллионды алуға дайынсыз ба? Миллионды жұмыс жасап тер төгіп табады деп ойлап тұрған шығарсыз. Тағы олай емес. Сіз жай ғана таңдауға, өзіңізге мүмкіндік беруге дайынсыз ба? Міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз деген ойға дағдылануыңыз қажет. Егер ауқатты адам болғыңыз келе тұрып, қымбат дүкендерге кіруге қорықсаңыз, сіз табысқа жетпейсіз. Егер қымбат дүкенде сіз кішкене болсын ыңғайсыздансаңыз, онда сіз қымбат заттарға ие болуға дайын емессіз. Мұндай дүкендердегі сатушылар оларға кімнің келгенін бірден анықтай алады. Әлеуетті сатып алушы немесе бос амиянды қызыққан тұтынушы. Сатып алушы өзін меншік иесі сияқты ұстайды. Сабырлы, өзіне сенімді және абыройлы. Ол өзінде таңдау құқығы барын түсінеді. Қызыққан және қатты қалаған, бірақ кедей тұтынушы өзін шақырылмаған қонақтай сезінеді. Ол өзін қатал, тартқыншақ, қорқақ ұстайды. Сатушылардың сынайтын көзқарасын сезінеді және осындай беделді мекемеде пайда болғаны үшін тіпті кешірім сұрауға дайын. Ол бір уақытта маңызды потенциалдардың тұтас кешенін жасайды. Құмарлық, қызғаныш, көре алмаушылық, өзін төмен санау, тітіркену, наразылық және мұның барлығына оның материалдық тұрғыдан ала алмайтыны емес, өзін қымбат заттарға ие болуға лайық деп санамайтынында. Өйткені жан сананың айтқанын тура түсінеді, ал ол бір нәрсені қайталай береді. Оның бәрі біз үшін емес, біз бейшара халықпыз, бізге қарапайымырақ нәрсе керек. Өзіңізге осы байлыққа лайықты болуға рұқсат беріңіз. Сіз шынымен де ең жақсы нәрселерге лайықсыз. Сіздің олардың қол астында болуыңыз тиімді болғандықтан, көрпеңе қарай көсіл деп үгіттейді деструктивті, яғни жойғыш жарықшалар. Қымбат дүкендерге
бай үйдегі қызметші сияқты емес, сол заттардың қожайыны сияқты батыл түрде барыңыз. Әрине, сіз ол затты сатып алуға мүмкіндігіңіз жетеді деп өзіңізді сендіру бекер. Санаңызды алдай алмайсыз және ол сізге қажет те емес. Қалай өзіңізге иемденуге рұқсат беруге және сенуге болады сонда? Ең алдымен иемденуге дайын болу деген сөйлем мен ішкі және сыртқы ниет аймақтарына ажыратып алайық. Ішкі ниет шеңберінде ойлауға және әрекет етуге дағдыланған адам бірден құлауға бейім. Менің оған қаржылық жағдайым жетпейді, нүкте. Одан басқа не туралы айтса болады? Қалтаңдағы бос амьянды сипалап, өзіңді қымбат зат сатып ала аласың деп сендірудің қажеті жоқ. Әңгіме мүлде бұл туралы емес. Ішкі ниет әрекетке жігерленеді, яғни ақша табуға. Ал оларды алатын жер болмағандықтан сана прагматикалық үкім шығарады. Ішкі ниетіңіздің аясында әрекет ету арқылы сіз шынымен ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Сыртқы ниетте жайдан жай көктен түсе салмайды. Егер сіз оны алуға дайын болмасаңыз, ол қайдан пайда болсын? Сыртқы ниет ие болуды көздейді. Басқаша айтқанда, өзіңізді лайық деп санау және таңдау сізде екенін білу. Сену емес, нақты білу. Ішкі жан дүниеңізде әрқашан тілектердің орындалатынына күмәнданасыз. Сіз тілекті орындау үшін әрекет етуге дайын болсаңыз да, ол жеткілікті емес. Сенбеуіңіз бұл өзіңізді лайықты деп санауға жол бермеуіңіз, немесе жай ғана орындалу шынайылығына күмәндануыңызды білдіреді. Сонымен, жұлдыз немесе миллионер атанғандар сізден қабілетімен емес, өздеріне қалаған нәрселеріне ие болуға мүмкіндік бергендігімен ерекшеленеді. Өзіңізге ие болуға мүмкіндік беру қажет. Бұл жағдай сіз екі дөңгелекті велосипедке алғаш рет мінген кезіңізге ұқсайды. Күмән, тербелістер мен сөз тіркестері жоғалып кетіп, айқындайтын бірақ сөз қалды. Білім. Сөзсіз айқындық сезімі. Имансыз білім, іркіліксіз сенімділік. Осының бәрі жан мен сананың бірлігі. Мұндай жағдайда сіз өзіңіз бен ғаламды басқаратын үнсіз күшпен бір тұтастығыңызды сезінесіз. Ол күш сізді қағып алып жан мен сананың қалауы орындалатын секторға апарады. Мұндай нәрсеге бәрі сене бермес, бірақ әркім өзіне қалайды соны таңдай алады. Мен не туралы айтпасам да, сіз таңдау еркіндігі бар екеніне соңына дейін шынайы сенбейсіз ғой. Біздің өміріміз кері нәрсені айқындайды. Себебі барлық адамдар жарықшалардың меншігінде. Тіпті сіз жарықшалардан босағанның өзінде таңдау еркіндігі сіздің жайлылық аймағыңыздың сыртында. Жарықшалардың әлемінде таңдау құқығы мен иемдену бұл өте шынайылыққа жанаспайды. Таңғажайып секілді. Ішкі дүниеңізде сіз орындалуы қиын армандар тек өзіңіздің таңдауыңызбен байланысты екеніне сенбейсіз. Сонымен көңілді слайдтар, яғни елестетулер таңғажайыпты сіздің жайлылық аймағыңызға қосуға көмектеседі. Кез келген арман сізге қол жетімді екені жайлы ойдан жаныңыз ыңғайсызданатын сезімнен арылған кезде ғана күмәндар жойылып, сенім білімге айналады. Жан санамен келісімге келген кезде иемденуге батылдану пайда болады. Жанды бір нәрсеге көндіру бекер. Ол талқыламайды, нақты біледі. Оны тек үйретуге болады. Ол жаңа жайлылық аймағыңызға дағдылануы керек. Ол үшін слайдтар қажет. Слайдтардың көмегімен жан мен сананың бірлігі бірте-бірте алына бастайды. Ол қамал ұзақ шыдамдылықты талап етеді. Ойыңызда өзіңіздің арманыңыздың слайдын құрастырыңызда, үнемі санаңызда ұстаңыз. Салынған суретке қайта-қайта оралыңыз. Қыр сырларын ойластырыңыз, жаңа егжей-тегжейлерін салыңыз. Слайдқа
Сырттағы бақылаушы сияқты қарамай, оған еніп, қияли болсын сол жерде өмір сүріңіз. Әр кезде слайдты экрандағы киносурет сияқты елестеткенде өзіңізді жұлқыңыз, ол тиімсіз. Қойылымдарды ойша елестетіп, өзіңізді кинотеатрдағы көрермен емес, мүшесі секілді сезініп, ойнауыңыз керек. Не істеп жүрсеңіз де слайдыңызды ойыңызда ылғи ойнатып тұрыңыз. Сіз басқа нәрсе жайлы ойлап жүруіңіз мүмкін, бірақ слайдтың суреті фон ретінде жүруі керек. Бұл әдетке айналуы қажет. Ұзақ және системалы түрде ғана слайд өзінің нәтижесін береді. Арманыңызға қатысты нәрсенің барлығына белсенді қызығушылықпен қараңыз. Қажет деген ақпараттың барлығын өзіңізге енгізіңіз. Оған сіздің әлеміңіздің қабатына енуіне мүмкіндік беріңіз. Слайдты шынайы өмірде ойнауға мүмкіндік болса, жақсы болар еді, тым болмағанда ресми түрде. Мысалы, сол қымбат дүкендерде сіз қалай таңдап жатқаныңызды дайындала аласыз. Ақша жайлы да, бағасы жайлы да ойламаңыз. Сіздің мақсатыңыз ақша емес, оған не сатып алатыныңыз. Осы нәрселердің маңында айналып жүру ғана жеткілікті. Сезіну, таңдау, жай ғана көру, бағалау. Осылардың бәрін өзіңізге кіргізіңіз. Оларға қол жетпес байлыққа сияқты емес, жақында сатып алатын затқа сияқты қараңыз. Сол заттардың қожайынын сондай тұрыңыз. Саудагерлер сізді сатып алушы деп ойлап қалсын, батыл сатып алушы болыңыз, тек өзінше менмен емес. Бұлардың барлығын өз әлеміңіздің қабатына кіргізе отырып, бірте-бірте олар сіздікі болатын өмір ағымдарына бұрмаланасыз. Олардың сол жағдайға қалай келетіні жайлы уайымдаудың қажеті жоқ. Егер сізде иемдену шешімі болса, сыртқы ниет сіздің білмеуіңізсіз, тіпті сіз күдіктенбейтін әдісті табады. Содан кейін таңғалмаңыз. Және бұл кездейсоқтық, сәйкестік немесе қандай да бір сиқыр деп өзіңізді көндірмеңіз. Мұны кім айтқаны есімде жоқ, кездейсоқ жағдай ол Құдайдың өз есімімен жазылғысы келмеген кездегі бүркеншек аты дегендей. Егер сізде өзіңіздің арман әлеміңіздің алдында кішкене болсын қасірет сезімдері ұяланса, оларды қуып жіберіңіз. Бұл сіздің әлеміңіз, және мұнда сіздің қолыңыз жетпейтін ештеңе жоқ. Сыртқы немесе ішкі маңыздылық жан мен сана бірлігінің жолында кедергі болады. Сіздің арманыңыздағы әлем қуанышты және сонымен қатар үйреншікті болуы керек. Егер сізде бір нәрсе бар болса, бұл сіз үшін әдеттегідей нәрсе ғой. Сәйкес келетін өмір ағымдарына бұрмалану үшін сіз ол нәрсе өзіңізде қазір бар сияқты сезінуіңіз керек. Бұл өзін-өзі алдау емес, өйткені сіз саналы түрде ойнаудасыз. Иемденуге деген талпынысты қазір батыстың дамыған елдеріне қарағанда саны көбірек жаңадан шыққан ресейлік миллиардерлер мысалында жақсы суреттеуге болады. Ресейдегі қайта құру кезеңінде 20 ғасырдың 80-ші жылдарының аяғында тар ойлы саясаткерлер социалистік экономиканың барлығын жекешелендірсе, бірден нарықтыққа айналады деп шешті. Осы кезде науаның қасында болып, сол сәттің мәнін ұстаған адам ешбір еңбек шығынынсыз бірден байыды. Социализм дәуірінде мемлекетке тиесілі барлық нәрсе, яғни мұнай, газ, алтын, гауһар және басқа да табиғи өнеркәсіптік зияткерлік ресурстар бір уыс олигархқа тиесілі меншікке айналды. Ортақ нәрсе оныкіне айналды. Ол үшін әр миллионын еңбекпен тапқан нағыз менмен емес миллиардерлер сияқты бизнесті терлеп жүргізудің қажеті жоқ еді. Науаға ең жақын болғандарға табандарын жайып,
менікі деп ырылдау ғана қажет болды. Сосын оны заңды акт ретінде рәсімдеу. Қандай себептермен ол ортақ нәрсе оныкіне айналды? Ресейдегі бұл кезең әрине ерекше. Байлықтың жанында көптеген ақылды және талантты адамдар болды, бірақ соған қарамастан көпшілік ештеңесіз қалды. Өзіне емденуге рұқсат берген адам ғана қағып үлгерді. Жаңа байларда өзін күнәлау, өкіну, күмәндану, кемсіну сезімдері болған жоқ. Қымбат дүкендерде кінәлі сезіну олардың ойларына да келмеген. Оларда емденуге деген батылдық болды. Сондықтан құмарлықсыз сыртқы ниет оларға оны берді. Осылай міне, ал сіз таңғажайып дейсіз.